Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Алматы облысы, Талдықорған қаласы, дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын номер 20 арнаулы лицейінің көркем еңбек пәні мұғалімі Баймурзинова Балжан Тұрсынғалиқызы боламын. Сіздермен бүгінгі қашықтан оқыту кезінде өзімнің қолданып жүрген 5D планер әдісімен бөліспекпін. Өздеріңіз білетіндей, 9 сыныптағы сабағымыздың тақырыбы интерьердегі және экстерьердегі ландшафт элементтері. 5D планерға кіру үшін кез келген интернет желісіне кіріп, 5D планер деп енгізсеңіз болғаны. Сіздермен 5D планерді қалай жұмыс жасау керектігі іс жүзінде видео ұсынамын. Ең алдымен новый проект аламыз. Жанына қосымша бөлме қосамыз. Тағы бір бөлме қоссақ болады. Жасыл жиекпен алынған бөлменің еденін таңдаймыз. Және ішкі түсін таңдасақ болады. Сонымен қатар сыртында таңдаймыз. Три-D форматында көреміз. Келесі бөлменің еденін таңдаймыз. Және шын кез келген бір обойды таңдасақ болады. Және колер. Өзіңіздің талғамыңызға сай түсті таңдасақ. Енді бізге есік керек. Есікті өзіміздің қалаған жерімізге орналастырсақ болады. Сонымен қатар дизайнды таңдаймыз. Енді бұл жерге терезе орналастырамыз. Тереземізді есіктің түсіне сай етіп, түсін де таңдаймыз.
Енді бөлмеден бөлмеге өту үшін бізге тағы бір есік қажет. Осылай. Келесі бөлмеге енді біз жиһаз орналастырсақ. Кез келген диван таңдаймыз. Әркімнің талғамы әртүрлі. Өзімізге ұнайтын диванды таңдасақ болғаны. Енді келесі теледидарды орналастырсақ. Өлшемін. Өлшеп қойсақ болды. Сонымен қатар оқушыларға арналған сілтеме де бар. Бұл сілтемеге кіріп, оқушылар өзіне қажетті ақпаратты ала алады. Міне, бөлмемізде дайын. Мына жерге кіріп, келесі бөлмелерді таңдап, немесе есіктерді және жиһаздарын таңдаса болады. Берілген тапсырманы оқушылар келесіде әртүрлі дизайнды таңдап, өз талғамдары бойынша құрастырып көрсетті. Ал бұл экстерьер түрінде. Оқушылар жұмыстарының нәтижелерін жасаған жұмыстары осындай. Тағы бір көрсетсем. Жіберген тапсырмалары. Міне, осындай. Бүгінгі сабақ сіздердің бір керектеріңізге жарайды деген үміттемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.